Сәлем достар. Бүгін төртінші күнде бір Қапшағайдан кеткелі жатырмын. Талдықорған жаққа қарай. Арғымақ тұр, анау заттарымды жинап жатырмын ана жерде. Сол Қапшағайдан кетерден бұрын бір Қапшағай туралы бір жалпы аңыз әңгімелер іздеп, енді интернетке жазып қарасаңыздар өздеріңізде тауып алуға болады. Жазсам, жолда таксистерді тоқтататын тұяғы бар бір қыз дейді. Сондай осы Қапшағай Алматы трассаның жолында кездеседі екен. Айтып жүргеніне 20 жыл болған екен ол әңгіменің. Сонда бір таксишілер өлтірген қыз дейді. Енді талай жолдарда ұйықтап, әр жерде жолда да жүріп қой, Құдай сақтасын, ондай жаман ондай нәрселер кездескен жоқ, қорқынышты. Басқа жағынан кездесті қорқынышты, бірақ ондай жағынан кездеспеді. Бүгін сонымен 4-ші күн. Today is 4th day of my journey. Here's my horse enjoying ана жерде Қапшағай. Түні масалар шағып шықты, мына жерде қан. Жол су басып қапты. Ал арғымақ барда кез келген жерден өтіп кете бересің ғой. Бәбісек. Refreshing. Now need to continue riding. Суға тығып киімдерді салқындатып алу керек. Need to refresh all clothes. It will be function as a cooling AC. Short, but something fast will be fast drying from this sun extreme. Ыстықтан мынау қазір кеуіп кетеді, бірақ аз болса да салқындап алу керек та, осылай. So ат не жеп жатыр? Артемизия. Артемизия. Иіс керемет. Керемет, а? Иіске.
Артизан. Суға тоятын болдық. Қармақ екеуміз. Мен де ішіп алсам. Ой. Керемет су. Artesian water, so nice, so good. Oh my god, thank you. Allah rahmet. Ой, шөлде өліп қалазаққа. Армай екенбіз. Ой, осындай далада су болады деп кім ойлаған. Дәмі де күшті, керемет. Баяқ жолда ішеміз. Су шыға ма шықпай ма, оны да білмейміз. Көреміз қалай болатынын. Take with me. Drink on the way. Maybe we don't find water, maybe we will find. Anyway, come. Hey. Kedi. Git. Один жерге орналасып азар жылай. Sorry. So we're going to sleep right there. Осы жерге ұйықтаймыз бүгін. Екі талдың ортасы, су бар, бұлақтың суы керемет. Керемет жер. Very nice place. Water. We have tree, mountain. What else we need? Nothing. Келдік ал. Сәлем достар, бүгін төртінші күн. Бүгін ұзарақ жүрдік. 31 километр, 32 километр жүрдік. Сонымен ат аздап шаршадым, мен де шаршадым. Қазір ауа райы ыстық, 37-38 градустар болады. Мен айтайын дегенім, күннен қорғану үшін бұны қалай істеуге болады? Көбінесе бұны күннен қорғану үшін шамақ дегендер қолданады, болмаса жай орамал десе болады. Бұл не екенін айтып кетейін. Бұл жай ғана футболка, ти-шерт. Бұл жай ғана ти-шертті, міне бет деген өртеніп кеткен. Осыны қалай істеймін? Бұны істейтін екі түрі бар. Болғанда қалай, біреу бет жауып тұрады, біреу бет ашық қою болады. Міне бұлай киеміз. Міне бұлай футболканы кигендей киеміз. Ыңғайлы жерге келген кезде осылай қоямыз да. Екі қолын, футболканы екі қолын ұстаймыз да. Мынаны келтіріп аламыз. Бұлай келе ма? Мүмкін бұлай келе ма? Осылай келтіріп аламыз. Бірінші бұлай келтіреміз. Сөйтеміз да. Бұлай тартып, екі қолын бірін-біріне байлап жүреміз. Міне болды.
Керемет. Беті де жауып қоюға болады. Міне, былай. Беті де жауып, міне. Керемет. Бұны кезінде, бала кезде өзім күн ыстық жерде өскен ғой. Күннен қорғану үшін осылай тағатынбыз. Сіздер де осылай тағып, күннен қорғанып жүріңіздер. Және лайкты да басуды ұмытпаңыздар. Және подписаться да басуды ұмытпаңыздар. Видеоны жібермей, үзбей қарап отырыңыздар. Ана қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Бүгін қазір 4-ші күн бітіп жатыр. Осы жерде ұйықтаймыз. Бірақ спагетти дайындаймыз. Спагетти дайындау үшін бізге спагетти керек. Мен қарасын алдым. Қарасы пайдалырақ. Және түрлі түсті дәмдеуіштер. Ащысы бар, қара бұрышы бар, бәрі бар. Сосын әрине зәйтүн майы. Міне. Италиядан келген зәйтүн майы. Бірінші от жағамыз. Сосын суымызды әкеп оттың үстіне қоямыз. Міне су дайындап қойдым. Осына барып үстіне қойдық. Су тола. Қайнағанын күтеміз. Суымыз қайнады. Енді спагеттиді саламыз. Шай да дайын. Спагеттидің жартысын алдым. Енді ыстық суға саламыз. Осы қазір өзі суға балқып, астына батады. Сосын 10 минуттай ма қайнатамыз. Содан дайын болады. Міне спагеттиіміз дайын болды. Міне спагеттиіміз дайын. Оған аздап қара бұрыш себеміз. Қара бұрыш. Көбірек болса көбірек. Кім қалауынша. Қара бұрыш. Қызыл бұрыш. Ащы. Мен ащыны да сөйлем. Ащыны жеу жүресіздер. Кімге қалауынша болды. Ащы жегісі келмесе басқа нәрселер. Міне ащыдан. Ащы болды мынау енді. Сосын әрине итальяндық зәйтүн майын құямыз. Ең маңызды. Қалауыңызша көп құйсаңыз да болады. Дайын. Вуаля.